Всем привет! И вы на канале Айданок. И сегодня вы послушаете сказку Аю Метелка. Ертеде бір аю тайгада өмір сүрді. Бір күні ол қатты су ішкісі келді. Сондықтан ол кішкентай көлге келді. Ол суды ішті. Бір уақытта ол балықты көрді. Балықтың ұстап алғысы келді. Ол біраз әуреленді, бірақ ұстай алмады. Сол уақытта көлге түлкі келді. Аю, сен не істеп жатырсың? Жұмылып жатырсың ба? Жоқ, балықты ұстап алғым келеді. Маған көмектесші, ұстасақ бөліп аламыз. Жарайды, сен барлық суды іш, сонда көлге су қалмайды. Сол кезде мен балықты ұстап аламын, сосын бөлісеміз. Тамаша ой, сен ақылдысың. Аю суды іше бастады. Көлге су азая берді, ал аюдың іші үсе берді. Бір уақытта көлге су азайды. Түлкі балықты ұстап алды да қашып кетті. Аю ашуланды. Түлкіні қуып жете алмады. Өйткені суды көп ішті. Если вам понравилось это видео, поставьте мне лайк и подпишитесь на мой канал. А всем пока-пока!